Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сауытбекқызы. Бүгінгі видеода ішіне тосап қосылған осындай пирог жасайтын боламыз. Өте дәмді, сондай керемет, ауызда еритін жұмсақ болып шығатын болады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Тестасын өзі керемет, сондай воздушный болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар, ауызда еритін болады. Және де менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Ең алдымен таза табағымызға жұмыртқамызды саламыз. Яғни мен 2 жұмыртқа қостым. Негізі бұл тестамен барлық пирог түрлерін пісірсеңіздер болады. Бұл тестасы сондай оңай, әрі дәмді, хрустящий болып шығады. Неке ертілген сары майымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Менде сливочный май ертіп кішкене қойыланып қалған түрі. Сондықтан да осындай ақшылтым болып тұр. Енді үстіне құмшекер саламыз. Мен барлығын көз мөлшерімен салып жатырмын. Бірақ сіздерге описаниеге, яғни мөлшерін грамдап жазып қоятын боламын. 1 қасық разрыхлитель қосамыз чайный ложкамен. Жақсылап араластырып, оның үстіне ұнымызды сала отырып, қамыр елейтін боламыз. Достар, мен алдымен шанышқының кейіннен барып қолдың көмегімен осындай қамыр еледім. Бұл қамырмен барлық пирог түрлерін пісірсеңіздер болады. Неке осындай жұмсақтықта болу керек. Енді холодильникке 20 минутқа қоя тұрамыз. Оған дейін біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына кез келген тосап түрін қолдана аласыздар, және де үстіне пенка болу үшін осындай жұмыртқаның ақ уызын қосып жіберсеңіздер болады. Бұл өте керемет болып шығады. Жұмыртқаның 2 ақ уызын қолдандым. Ішіне шым-шым тұз салып, пенка болғанша миксерлейтін боламыз. Достар, бұл мөлшерін көбейте берсеңіздер де болады. 4-5 жұмыртқаға дейін жасауға болады. Өз қалауларыңызша бұл. Енді мінекей тестамызды шығарып, кольцомызға төсеп шығатын боламыз. Тестамыздың жарты мөлшерін алып қаламыз. Жартыдан, яғни 30% алып қаламыз да, қалған бөлігін барлығын астына, жанына төсеп шығатын боламыз. Осылай вилкамызбен тегіс етіп басып, жан-жағын түзулеп, астын осылай вилкамен тесіп қоямыз. Енді кез келген тосап түрін құясыздар, клубниканыкын, кез келген пайдаланыңыздар. Осылай бір қабат қылып жайып шығамыз. Одан кейін үстіне біздің пенкамызды салатын боламыз. Неке, барлық пенканы осылай теп-тегіс етіп жайып шығамыз. Мен банана айтқандай, жұмыртқан ағуызын 4-5 штуға дейін көбейте беруге болады. Неке, жайып шыққаннан кейін біздің қалған тестамызды жұқа етіп, дөңгелек етіп, осының бетіне жабылатындай етіп, жайып алатын боламыз. Жайғаннан кейін бетіне осылай төсеп, жан-жағын бекітеміз. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, пешімізде пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, осындай қызыл болып шығу керек. Енді кольцомыздан ақырын босатып, суытатын боламыз. Міндетті түрде суығаннан кейін кесеміз. Мінекей бізде суыды. Енді пышағымыздың көмегімен әртүрлі мөлшерде кесеміз. Мен осылай 3 бұрышты етіп кестім. Осылай өте әдемі. Мінекей ортасында варенясы өте керемет болып тұр. Және де осылай бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Мінекей бетіндегі ақ уызымен өте керемет болып тұр. Енді дәмін көретін боламыз. Осындай хрустящий, тестасын өзі сондай керемет болып шыққан, неге дәмді болған, біздің балапандарымызға өте қатты ұнады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер достар. Сөзсіз сіздерде де сондай керемет болып шығатын болады. Бетін өріп жасасаңыздар да, басқаша жасауға да болады. Өз қалауларыңызша. Сіздермен Майра Сауытбекқызы.